Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге құрамына алма қосылып дайындалатын лечо салатының рецептімен бөлісемін. Бұл салат нанды батырып тұрып жегенге өте жақсы. Немесе тамаққа қоссаңыздар өте әдемі түс береді және дәмі де керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін үзбей қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: алма, қызанақ, тәтті бұрыш, тек қана қызыл түсі қажет. Және сарымсақ, пияз және аскөк керек болады. Бұл салатқа керекті заттардың барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ең алдымен тәтті бұрышымызды алып, тазалап, жаман жерлерін барлығын алып тастаймыз. Сосын осылай жіңішке ұзынша етіп турап, ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Келесі қызанағымызды алып, тазалап, майда бөліктерге бөліп, бұны да ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Келесі алмамызды алып, тазалап, бұны да майда бөліктерге бөліп аламыз. Енді пиязымызды алып, майдалап тураймыз. Бұны ет тартқыштан өткізбейміз. Аскөктерімізді де майдалап турап шығамыз. Сарымсақты осылай салқын суға салып қойсаңыздар, ашылуы оңай болады. Барлығын осылай тазалап ашып шығамыз. Міне барлығын ашып, турап дайындап алдық. Енді барлығын шетінен ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыштан өткізілген массамыздың барлығын бір ыдысқа жинап құямыз. Міне барлық заттарымызды өткізіп, бір ыдысқа құйып алдық. Енді оның үстіне туралған аскөктерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сосын дәміне қарай бір ас қасық толтырып тұз саламыз, және де бір ас қасық толтырмай қант саламыз. Осылай барлығын араластырып, алдын ала дайындап аламыз. Енді қазанымызды қыздырып, оған 200 грамм сұйық май құямыз. Майымыз қызған соң, пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Міне пиязымыз жақсылап қуырып болды. Енді бұны үлкен ыдысқа салып алдым. Енді осының үстіне жаңағы дайындаған массамызды құйып, осылай жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осыны шамамен 40 минуттай қайнатамыз. Міне біздің қысқа дайындалған лечо салатымыз дайын болды. Енді осыны банкілерге құйып, бекітіп шығамыз. Дәл менікіндей рецептпен жасасаңыздар, осылай 6 литр салат шығады. Міне біздің қысқа дайындаған лечо салатымыз дайын. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.